ашып айтыңызшы, бұл шын мәнінде фермерлерге осы жеңілдетілген кредит қолжетімді болып отыр ма? Қазір 100% айта аламыз ба, сондай кепілдік бере аламыз ба? Осы жылдарға дейін көбінесе шаруалар тарапынан бірнеше мәселелер қозғалатын болатын. Бұл мәселелердің ең өзекті негізгілерінің бірі бұл кепілдік қою. Яғни шаруалар басқа да материалдық құндылықтарды алу үшін өздерінің жаңағыдай қолда бар активтерін дейміз ғой, енді мысалы кепілге қойғаннан кейін келесі жылы несие алған кезде бұл активтерді қоя алмаймыз дейді, немесе мемлекет тарапынан жаңағы оны бағалаған кезде төмен жаңағыдай бағамен бағаланады деп мәселелер қолданған болатын. Осы аталған проблемалардың шешудің бірден бір жолы ретінде біз мемлекет тарапынан кепілдік беру бағдарламасын іске қосқан болатынбыз. Яғни қазір кез келген шаруа көктемгі дала жұмыстарына немесе егін ору жұмыстарына қаражат алған кезде мемлекет тарапынан 85%-ға дейінгі кепілдік алынады. Бұл өте үлкен көмек. Одан бөлек мен айтқым келеді, мысалы аграрлық кредиттік корпорацияның нағыз, енді оның мақсаты нақты ауыл шаруашылығындағы фермерлерге көмектесу болғандықтан, басқа екінші деңгейлі банктерге қарағанда олардың кепілдік саясаты жұмсағырақ. Яғни біздің шаруалар жеңілдетілген несие алған кезде өздерінің жаңағыдай жерін ауыл шаруашылығы мақсатында пайдаланатын, немесе ауылдық жерлердегі жылжымайтын мүліктерін, мысалы кез келген екінші деңгейлі банк ауылдық жердегі ескі ғимараттарды, үйлерді ала қоймайды. Бірақ аграрлық несие корпорациясы жаңағыдай ескі ғимараттарды да ауылдық аймақтарда орналасқан, тіпті ауыл шаруашылығы техникасын да ала береді.